أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Біз сіздермен Құран ғибраттары сабағын бастаймыз. Бұл сабақта алдында хабарлағанда айттық. Құрандағы таңдаулы сүрелердің түсіндірмесі айтылады деп. Тәпсір деп айтпай ақ қояйық. Тәпсір деген үлкен ғылым. Біздің мақсат тек осы Құрандағы айтулы сүрелердің мағынасына үңілу, сондағы ғибраттарды алу және оған амал ету жолдарын қарастыру. Бұның барлығында біз ғалымдардың сөздеріне сүйенеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бірінші кезекте Құранды түсінуде, одан кейін сол тәпсірмен танымал болған Құран түсіндірмесінде сонау сахабалардың ішінде Құранның аудармашысы, Құранды түсіндірушісі деп аталған ғалым сахаба Абдулла ибн Аббастан сол тәпсірге байланысты риуаяттар жинаған, соның барлығын жеткізген табиғин ғұламалар бар, оның ізіне ерген үлкен ғалымдар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: Мәжтамаа қаумун фи бейтин мин буютилла. Қайсы бір қауым дегенде жиналған жамағат Алланың үйлерінің бірінде жиналса, ятлуна китабаллахи, Алланың кітабын оқыса, ва ятадарасунаху фима бейнахум, және өзара соны дәріс қылса, үйренуге тырысса, түсінуге тырысса, Алла Тағаланың оларға мына 4 уәдесі бар екен да. Илля назалат алейхимус сакина дейді. Олардың жүректеріне тыныштық орнайды. Адамның жүрегі Алланы еске алумен ғана тынышталатындығы жайында аят бар ғой Құранда. Сол сияқты біз қазір мына бір дүниеде тыныштық таппай кең жерде жүрсек те, мына жүрегіміз, кеудеміз қысылып жүретін кездер болады. Ондай көп болады. Соны тыныштандыратын, жүрекке сол үлкен тыныштықты сыйлайтын бірден бір амал мешітке жиналып, Құранды оқып, соны түсінуге тырысу. Екіншісі, ва ғашиятхумур рахма. Оларды мейірім қоршайды, бүркейді дейді. Ғашия деген бүркеу. Құранда Аллах Тағала айтады: сендер тек Алланың мейірімімен жүрсіңдер дейді. Аяттың мағынасы ғой енді. Егер әділдігіне салатын болса, жер бетінде тіршілік қалмас еді дейді. Жыбырлаған жәндік қалмас еді дейді жер бетінде. Біз Алланың мейірімімен ғана аман жүрміз да. Енді ойлаңызшы, жаңағы амал үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатады: мейірім сендерді бүркейді дейді. Жан жақтан мейірім, Алланың мейірімі қоршаған кезде көптеген жаманшылықтан, көптеген бәлекеттен адам аман болады. Үшіншісі, уахаффатхумул малаика. Оларды періштелер қаумалайды. Періштенің пайдасы бұл өте көп. Ең бірінші, ең көп кездесетін хадистерде айтылатын нәрсе ол періштелердің адамның дұғасына әмин деуі және адамға дұға жасауы. Машһур хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде-кім намаз оқып болғаннан кейін мешітте, сол намаз оқыған жерінде шамалы уақыт отырса, Алланы зікір етіп, Құран оқып, оның қасына періштелер келіп, Аллахумма ғфирлаху, Аллахумма архамху, я Алла мынаның күнәларын кешір, я Алла мынаған мейіріміңді төк деп дұға жасап тұрады дейді. Бұл қай кезге дейін жалғасады? Мәләм юхдис, ана адам дәреті бұзылғанша, немесе тұрып орнынан кетіп қалғанға дейін, мешіттен шығып кеткенге дейін. Қараңыз, жарты сағат отырдыңыз да мысалы, періште сізге дұға жасады. Дұғаның біз білеміз
қабыл болмауына, кешіктірілуіне көбіне көп кедергі болатын нәрсе ол не? Күнә. Біздің тұтынған харам нәрселеріміз, оның ішкені харам болса, кигені харам болса, фаанна юстажабу лаху. Оның дұғасы қайдан қабыл болсын деді ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал періштелерде білесіздер, күнә болмайды. Олардың дұғасы тек қана қабыл бола береді болды. Жаңағы періштелер қошайды дегеннің пайдасы осы. Төртіншісі, وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Алла оларды өзінің құзырындағылардың алдында аттарын атайды. Мақсат, Самат, бәленше, түгенше жиналып кітабын оқып жатыр Алланың. Соны түсінуге тырысып жатыр. Алланы ұлықтап жатыр, мақтап жатыр, мадақтап жатыр деген нәрселер айтылады да көкте, періштелердің алдында. Бұл адамға қандай абырой? Сіздің атыңыз және ол жердегі закара деген етістіктің жаңа айтады, аттарын атайды деген істің егесі кім ол жерде? Алла ғой. Алла сіздің атыңызды атап жатса, не деген абырой ол мысалға? Соның барлығы осы бір қарапайым амалға да. Бұның бір мағынасы, ғалымдарымыз айтады, Алла тағала мен жер бетінде адам жаратам деген кезде періштелер айтты ғой, қан төгетін, бүлік жасайтын, бір-бірін жаңағы қыратын жаратылыс жаратсың ба деген кезде не деп жауап берді? Мен сендер білмейтін нәрсені білем деді. Соның жауабы осы дейді. Кеше сендер қан төгейін деп жатыр, жаңағы бір-бірін қырат деп айтып жатқан жаратылыстарын қараңдар міне. Бәрі бір үйдің баласындай мешіттің ішінде жиналып, өздеріне түсірілген Құранды оқып, соны түсінуге тырысып жатыр деген нәрсе айтылады дейді. Міне осы төрт уәдесі, осы кішкентай ғана уақытымызды бөліп, жаңағы аяғымызбен жүріп келіп жасаған нәрсемізге берілетін үлкен Алланың сыйы. Әуелі бұл Құранды түсіну, соған байланысты кішігірім тоқталып кетсек. Енді біз мақсатымыз сол деп отырмыз ғой. Мұсылман ретінде, яғни Құранға иман келтірген адам ретінде біздің Құранның алдында ең басты 3 міндетіміз бар. Иман келтіргеннен кейін. Біріншісі Құранды оқу, екіншісі оны түсінуге тырысу, әрекет жасау, үшіншісі ол не? Жүзеге асыру соны. Амал қылу дейміз ғой. Соны жүзеге асыру оқығанды, түсінгенді. Енді осы түсінуге байланысты өте аят көп Құранда. Соның ішінен біреуін айтатын болсақ, Сот сүресінің 29 аятында Аллах Тағала айтады. Астағфиру билlah. Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияттаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Құранда айтып жатыр. Бұл аяттарына ой жүгіртулері үшін және ақылы барлар ойланулары үшін саған түсірілген берекелі кітап дейді. Құранда айтады. Бұл жердегі ақылы барлар дегенді ғалымдар не деп тәпсірлейді? Асхабул уқули салима дейді. Ақылы саулар дейді. Бұл жерде адам дені сау болуы мүмкін, ақыл есі дұрыс болуы мүмкін, бірақ ода сәл жамандықпен былғанған болуы мүмкін да оның ақылы. Мысалға, ол да кәдімгі сен сияқты әділдікті ұрандатады, әділдік болу керек дейді. Бірақ оның әділдігі кішкене бұрмаланған әділдік. Қалай? Адамдардың барлығын құқығын беру керек. Әркім өзі біледі. Итке некелесе ма, жоқ әлде басқадай өмір сүру тәртібін ұстана ма, өзі біледі деген нәрсе мысалға. Ол сау ақылдың шығатын нәрсесі емес та. Сау ақылдан шықпайды ондай нәрсе. Асхабул уқули салима деген сол. Фитрат, яғни адамның таза табиғатына сәйкес ойланатын адамдарға бұл Құранның ішінде ойлансын деген мағынада. Енді осы жердегі лияттаббару дегенді, тәдәббур деген ой жүгірту, мағынасына үңілу деген ғой. Имам Насафи тәпсірінде лиятафаккару фиха, сол ішіндегі айтылып жатқан нәрселерді ойына алу, сол жайында ойлану, фаяқифу ала ма фихи, және айтылып жатқан әр нәрсеге тоқтау, уяамалу бихи, және оны жүзеге асыру деп түсіндірген. Қараңыз, түсінуден кейін келіп тұрған нәрсе сол да. Түсіндің, одан ғибрат алынатын нәрсе мынау екенін білдің,
Енді ары қарай сенің міндетің соны жүзеге күнделікті өміріңде әдетіңе, бойыңа, қасиетіңе соны сіңіру да. Сондай бір жағдайға тап болған кезде ана Құрандағы мысал есіңе түсіп, бұны былай шешеміз ғой деген нәрсе да. Әйтпесе, егер олай болмайтын болса, Алла Тағаланың ауырлау айтқан аяты бар. Афала ятадаббарунал Құран. Олар Құранға ой жүгіртпей ма? Ам ала қулубихим ам ала қулубин ақфалуха дейді. Жоқ әлде жүректерінде құлп бар ма дейді. Жүректері құлыпталып қалған ба, жоқ әлде деген мағынада аят бар да. Сондықтан адам Құранға келген кезде әртүрлі болады ғой. Иман келтіру бар, оны оқу бар, деңгей-деңгей әрі қарай дәрежеге қарай көтеріліп келе жатыр. Сосын оған амал ету бар. Осы жерде мұсылман ретінде жаңа айттық, адам ойлануы керек. Құранда мысалға айтайық, қарапайым күнделікті дүниелерді айтайық. Ата-ана мен баланың қарым-қатынасы қалай реттелген екен? Я болмаса отбасындағы ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы қалай реттелген екен? Құранда анау туралы не айтылған екен, мынау туралы не айтылған екен деген сұрақ адамда тұруы керек. Құранды басшылыққа алу деген нәрсе бұл жерде. Сенің мәселеңді Құраннан іздейтін әдетің болу керек та. Әйтпесе, яһудилерді Құранда Аллах Тағала не үшін жазғырды? Олар кітаптарын арттарына қалдырды дейді. Кітап алдында жүру керек еді оны. Сол кітаптың ізіне еру керек еді ғой. Олар кітапты өздерінің ізіне ертті да. Өздерінің саясатына, өздерінің мүдделеріне қарай бұрмалады. Керек жерін қосты, керек емес жерін алып тастады, тағысын тағы. Осындай нәрселерді істеп, кітапқа ерген жоқ, кітапты өздеріне пайдаланды. Енді имам ибн Маджаның хадис жинағында мына бір хадис келеді. Зияд ибн Лабид деген ансарлық сахаба, ансарлықтар, мәдиналықтар. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметтің алдында болатын белгілер туралы айтып отырды дейді. Қияметтің алдында болатын белгілер көп қой, ондай қиямет жақын келген кезде осындай болады, осындай болады. Сөйтіп айтып келді де, бір нәрсеге келген кезде бұл нәрсе білім жоғалатын заманмен тұспа-тұс келеді деп айтты дейді. Мына нәрсе қай кезде болады? Білім жоғалған кезде болады деп тұрған. Сосын мен сұрадым дейді, Алланың елшісі, білім қалай жоғалады? Біз Құранды баламызға оқытамыз, балаларымызға оқытамыз. Олар өздерінің балаларына оқытады. Білім қалай жоғалады деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жауабын қараңыз. Әй Зияд, мен сені Мадинадағы ең білгір сахабалардың бірі деп жүрсем, сен мына сұрағың не дейді? Сен анау яһудилер мен насранилерге қарамайсың ба дейді. Насранилер деген кімдер? Христиандар. Оларға біреуіне Таурат, біреуіне Інжіл кітабы түсті ғой. Олар да кітаптарын оқиды. Олар да балаларына оқытады. Балалары өздерінің балаларына оқытады. Бірақ ішіндегі бір сөзді жүзеге асырмайды. Амал қылмайды оған. Деп түсіндіреді. Сонда бұл хадистен не ұғамыз? Ол жатталған аят, жатталған хадис, бүкіл мына жақтағы мидағы мағлұматтың барлығы егер жүзеге аспайтын болса білімге жатпайды. Сенің білгеніңнің ішіндегі білімің ол тек жүзеге асырғаның ғана дегенді үйретіп жатыр да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді осыған байланысты әйгілі табиғи ғұлама Хасан әл-Басридің мына бір сөзін айта кетейік. Тәдәббур дегеннен шығады ғой. Құранды жаңағы аяттарына ой жүгірту керек, түсіну керек деген нәрсе айтылып жатыр ғой. Валлахи ма тадаббуруху бихифзи хуруфихи ва идаати худудихи дейді. Құранды түсіну деген оның сөздерін жаттап, талап тыйымдарын тастаумен болмайды дейді. Құр жаттап аласың, бірақ іске асырмайсың. Ол түсіну емес ол дейді. Валлахи деп айтып жатыр да. Ант етіп айтып жатыр. Хатта инна ахадахум ла яқул. Хасан әл-Басри айтады. Тіпті біреулер былай деп айтады дейді. Қаратул Құр'ана кулла. Мен Құранды толық оқып шықтым. Ва ма юра лахул Құр'ану фи хулуқин ва ла амал. Бірақ Құран оның не мінезінен, не ісінен көрінбейді дейді. Құранды толық оқып шықтым дейді, бірақ бір белгісі жоқ оның бойында дейді.
Бұл не деген сөз? Құран оқитын адам, намаз оқитын адам, мешітке баратын адам, онымен бір әңгімелескен кезде жүзінен иман көрініп, сөзінен, әрбір жаңағы іс-әрекетінен оның сондай екені көрініп тұру керек та. Шынымен мешітке баратыны, намаз оқитыны, Құранға түсіп, жаңағы жеңіл сүрелерді жаттап жүргені оның көрініп тұру керек дейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінезі туралы келіп сұраған кезде Айша анамыз не деп жауап берді? Оның мінезі Құран еді ғой деді. Құран ғой мінезі. Құранда мүміндер осындай, мүміндер сондай деп Алла тағала сипаттады ғой. Қандай сипат келді Құранда, соның барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бойында бар еді ғой деген жауапты ол. Мінезі Құран еді ғой оның деді. Амал деген осы. Осман радиаллаху анху өзінің бір риуаяттарында айтады. Біз дейді, біз деп кімді айтып жатыр? Сахабаларды айтып жатыр. Құран жаттаған уақытта Құраннан 10 аят жаттап, сосын тоқтайтын едік дейді. Сондағы мағыналарға үңіліп, ондағы үкімдерді, халал харамды үйреніп, оны амал ету, яғни жүзеге асыру жағын қарастырып, соны амал етіп, сөйтіп барып келесі 10 аятқа көшетін едік дейді. Әйтпесе олардың жаттау қабілетін білесіздер. Ол заман әлі арабтардың әдебиеті, ауыз әдебиеті күйінде сақталған кезде әлі бірде-бір несі жаңағы олардың хатқа түспеген, не тарихы, не әдебиеті. Жазу тіпті жоқ. Ондай замандағы адамдар қандай болады? Құйма құлақ болады ғой. Бізде де болды ғой, таңды таңға соқтырып, не бір жыр, дастандарды жатқа айтып отырған, және сол жиында отырғандар бір тыңдайды, болды. Ертең өзінің ауылына барады да өзінің ауылында айтады. Сондай заманда олар Құранды бір тыңдап жаттайды олар. Бірақ соған қарамастан 10 аяттан жаттайтын едік деген сөз бар да. Бұл да соны жүзеге асыру, амал ету жағына. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтады. Мән арадал илм, кімге білім керек болса, фәлюсәуирл Құран, Құранды оқысын, Құранды түсінуге тырыссын дейді. Фәинна фихи илмал аувалина вал ахирин, өйткені Құранда бұрынғылардың да, кейінгілердің де білімі бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, сендерге дейінгі хабарлар бар, сендердің араларыңдағы үкімдер бар, және сендерден кейінгі ғайыптар бар дейді. Әлі болмаған, қияметте енді болатын кейбір машахид дейміз ғой, көріністерден біз хабар алып отырмыз ғой Құран арқылы. Есеп, қисап жайында, небір қияметтің ахуалдары жайында, оның барлығымыз қайдан біліп отырмыз? Құраннан біліп отырмыз. Былайша айтқан кезде барлық білім осы Құранда дейді. Сондықтан Құрандағы ең басты нәрсе не екен? Оны оқу, оқығаннан кейін түсіну, түсінгеннен кейін жүзеге асыру. Бұл үшеуі болмаса, біз Құранға зұлымдық қылғандардан боламыз. Құранды тәрк етушілерден боламыз. Фурқан сүресінде айтты ғой, қиямет күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ол жерде расул дегенде елшілер түсіндіреді, әртүрлі басқа риуаяттарда бар. Бір қауымды көрсетіп, я Раббым, мына қауым сенің кітабыңды тәрк етті деп арыз айтады дейді. Осылай арыз айтады дейді. Енді осы жердегі тәрк ету дегенді ғалымдарымыз әртүрлі түсіндіреді. Біреулер оған иман келтіруді тәрк етеді, Құранға сенбей қояды. Енді біреулер оған иман келтіреді де оны ашып оқуды тәрк етеді. Енді біреулер ашып оқығанымен оны түсініп, оған ой жүгіртуді тәрк етеді. Ал біреулер оған ой жүгірткенімен де біліп тұрып, оны амалға асыруды тәрк етеді. Көрдіңіз бе? Осының барлығы қамтылмаған кезде біз Құранға емес, өз-өзімізге зұлымдық қылғандардың қатарынан боламыз, Алла сақтасын. Міне осы мақсатта біз Құран сүрелерін оқуға, түсінуге тырысу үшін осы Құран ғибраттары деген сабақты бастадық. Енді әуелгі тоқталатын, таңдап отырған сүреміз ол Кахф сүресі. Не үшін Кахф сүресі? Өйткені Кахф сүресін біз қашан оқимыз? Жұма сайын оқимыз. Ойлаңызшы, біз жұма сайын Кахф сүресін оқимыз, бірақ оның ішінде айтылып жатқанын білмеуіміз мүмкін да.
Сол үшін біз осы Кахф сүресін таңдап отырмыз. Кахф деген сөз мағынасы үңгір. Енді әрбір сүренің, барлығының болмаса да көпшілік сүренің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен артықшылықтары бар. Сол сүрені оқудағы артықшылықтар бар. Кахф сүресінің артықшылықтарын үш түрлі артықшылыққа бөлуге болады. Біріншісі, Усайд ибн Худайр деген сахаба бір күні өзінің ауласында, есігінің алдында Құран оқып отырады. Сөйтеді де Құран оқып отырған кезде ана жерде тұрған аттың, жылқының тулап, дүбірлеп ойнақтағанын байқайды. Сосын оның жанында ойнап отырған баласын басып кете ме деп қорқып, оны тоқтатады Құран оқуын. Сөйтіп қараса, оның үстіне үйіріліп бұлт жиналып қалған екен. Яғни Құран оқыса жаңағы жылқысы тыпырлайды, тоқтаса, ол да тоқтайды. Соны кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтқан кезде, бұл сен оқыған Құранды тыңдау үшін түскен періштелер ғой деп айтады. Періштелер деп айтады. Өйткені хадистерде келеді ғой, жердегілерге аспандағы жұлдыздар қалай жарқырап көрінетін болса, аспандағыларға, яғни періштелерге жердегі Құран оқылатын үйлер дәл солай жарқырап көрінеді. Құран оқылған үйге олар жиналып түседі. Былай ойланып қараңыз, сіз қазір бір құрметті, бір танымал, жұлдыз дейік, бір билік басында жүрген дейік, қандай болсын, бір адамдарды үйлеріңізге қонақ қылғыңыз келеді, шақырғыңыз келеді. Сізде үйге періштені қонаққа шақыратын мүмкіндік бар да. Сол кезде оқылып жатқан сүре Кахф сүресі деген риуаят бар жаңағы. Дәл жаңағы Усайдтың оқыған сүресі, бұл хадис мәшһүр, бәріміз білеміз. Бірақ имам Ибн Касир сол кезде оның оқып жатқаны Кахф сүресі еді деген риуаят келтіреді. Кахф сүресін оқисыз, үйіңізге періштелер қонаққа келеді. Сіздің үйіңіз қандай ең құрметті, ең ардақты үй болады да сонда. Бұл бір артықшылығы. Яғни үйге періштенің кіруі, келуі. Екінші артықшылығы Даджалдың фитнасынан қорғайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде әртүрлі келеді. Кім Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын жаттаса, бір риуаятта соңғы 10 аятын жаттаса дейді, бір риуаятта оқыса дейді, Алла Тағала оны Даджалдың фитнасынан қорғайды. Даджал деген қияметтің үлкен белгілерінің бірі. Қиямет жақындаған кезде шығатын мақұлық, жаратылыс, ол адамдарды дінінде азғырады, оларды діннен шығарады, сондай әртүрлі фитналар жасайды. Бұл ең үлкен фитна. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр пайғамбар өзінің қауымына Даджалдың фитнасын ескертпей кетпеген дейді. Соншалықты үлкен фитна, үлкен сынақ. Біраз адам сол кезде оған еріп кетеді, діннен шығып кетеді. Міне сондай үлкен фитнадан қорғайтын бірден бір сүре ол осы Кахф сүресін оқу. Бұл екінші артықшылығы. Үшінші артықшылығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Кім Кахф сүресін жұма күні, бір риуаятта жұма түні деп айтады, оқыса, ол оқыған адаммен Қағбаның арасында нұр созылады дейді. Нұр, жарық. Екінші бір риуаятта сол оқылған жұмамен байнал жұма атайын деп келеді, екі жұманың арасы деп келеді. Екі жұманың арасында нұр жалғасады дейді. Енді ғалымдарымыз осы жерде осы екі хадисті екі түрлі түсіндіреді. Біреуінде қарасаңыз мекен айтылып тұр. Сен тұрған жермен Меккедегі Қағбамен арадағы қашықтық айтылып тұр. Екіншісінде не айтылып тұр? Уақыт айтылып тұр. Заман кеңістігі айтылып тұр. Екі жұманың арасы деп. Сондықтан мекенге байланысты айтылған хадис бұл жерде. Айтпақшы анау күні түні деген былай шыққан кезде жұманың күн түнін толық қамтиды. Бейсенбі күні шам намазынан бастап жұма күнгі шам намазына дейінгі аралықтың барлығы, яғни күн батқаннан келесі күн батқанға дейінгі аралықтың барлығы жұманың күні, түні, жалпы жұма соның барлығы. Жаңағы орынға байланысты айтылған хадис, ол
Каф сүресін оқудың сауабын сізге затпен салыстыратын болсақ, егер оны бір формаға ендіретін болсақ, осындай болады деп оның көлемін түсіндіріп жатыр дейді. Қазір сіз осы жерден анау Меккеге дейін созылып жатқан не зат болуы мүмкін? Үлкен. Ондай затты жоқ шығар. Сондай аралықты алып жататын, егер оған дене бітетін болса, сондай аралықты алып жататын үлкен бір зат болады деп тұр ғой. Нені? Каф сүресін оқығанның сауабын. Ал жаңағы уақытқа байланысты ол жерде 2 жұма деп айтты да. Ол не өткен жұма, осы жұма мен өткен жұманың арасы болуы мүмкін. Не? Келесі жұманың арасы болуы мүмкін да. Егер, қараңыз, ғалымдар бұның барлығын ойластырған ғой. Егер өткен жұма мен осы жұманың арасы болатын болса, онда ол сол екі орталықтағы кіші күнәларға каффарат болады дейді. Сол Каф сүресін оқығаныңыз үшін осы жұма мен өткен жұманың арасындағы істеген кіші күнәларыңызды Алла Тағала кешіреді. Нұр жабады деген сол да. Егер былай жердің картасы сияқты қарайтын болсақ, сіздің бір аптаңызды былайынан ашық болып қарайтын болсақ, екі ортада істеген күнәларыңыз қарадақ болып, қара болып әр жерде көрініп тұрады. Қал сияқты. Ал Каф сүресін оқысаңыз, ананың барлығын өшіреді. Тап-таза болады да екі жұмаңыздың арасы. Ал егер алдыңғы жұма айтылса, алдыңғы жұма меңзеліп тұрса, алдағы, онда сіздің сол Каф сүресін оқығаныңыз үшін сізге берілетін нұр, жүзіңізге, жүрегіңізге берілетін нұр, соның әсері келесі жұмаға дейін сақталады деген сөз еді. Білініп тұрады да, бір жұма бойы білініп тұрады сіздің жұма Каф оқығаныңыздың сауабы, жаңағы сізге берілген сол үшін нұр. Қараңыз қандай. Тағы бір ғалымдар мынадай деп түсіндірген. Бұл Құранда Алла Тағала айтады ғой, «Афаман кана майтан фаахяйнаху», кім жаңағы өлі болып, оны тірілтсек, яғни иман келтірсе, біз оған нұр береміз. Ямши биги финнас дейді. Ол адамдардың арасында сол нұрмен жүреді дейді. Былайша айтқан кезде оны адамның да көрегендігі, адамның сол жаңағы былайша айтқан кезде сол нұр арқылы көруі деп түсіндірген. Ол үлкен сахабалардың қасиеті ғой негізінде. Омар радиаллаху анхуларда, имам Ахмадтарда осындай нәрсе болғанда, оны Алланың нұрымен көру деп атаған. Омар радиаллаху анхудан жетеді. Бірде бір Омарға кіріп, Аллаға разы болсын, бір мәселемен кіреді ғой. Сол кезде Омар бірден ананың көзіне қарайды да, зина жасап келіпсің ғой дейді. Ана шошып кетіп, не пайғамбардан кейін де уақыт өтетін болған ба дейді. Сонда Омар, мүмін Алланың нұрымен көреді деген сен естімеп пе едің дейді. Дәл осындай оқиға имам Ахмадтың басында да өткен. Бірде бір яхуди жас жігіт осы имам Ахмадты сынайын дейді ғой. Бәрі имам дейді. Соның бір егер шынымен діннің адамы болса, сондай көсем, сондай бір жаңағы имам болатын болса, оның көрегендігі болу керек қой деп. Өзі сондай бір шешімге келеді де, мұсылманша киініп, сол кездегі талаба шәкірттердің жаңағы қолына ұстайтын қағаз қаламын алып, бір сұрақтары бар адам алдына келеді ғой. Имам Ахмад бір қарайды да, ей бала, иман келтіретін уақытың болды ғой дейді. Таңғалып қалып, ислам қабылдайды. Алланың нұры деген осы да. Енді бұдан да басқа мағыналар бар. Жалпы Каф сүресін жаттаудың, оны етін, я болмаса оны толық оқудың осындай артықшылықтары бар. Енді бұл Каф сүресі білесіздер, Әл-Хамду деп хамдпен басталады. Құранда осылай басталатын неше сүре бар? 5 сүре бар. Фатиха, Ан'ам, Каф, Саба және Фатыр сүрелері. Осылай Әл-Хамд деп хамдпен басталады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи аллази анзала ала абдихил китаба ва лам ядж'ал лаху иважа. Құлына кітапты түсірген және ода ешбір қисық нәрсе болмаған Аллаға мақтау болды. Былайша айтқанда барлық мақтау Аллаға арналады деген сөз ғой. Бұл жерде біз 3 нәрсені байқаймыз бұл аятта. Бірінші, аят немен басталып тұр? Мақтаумен басталып тұр. Әл-Хамду.
Бұл хамдтың негізі үш мағынасы бар: сәна, шүкір және мадх. Сәна деген Аллаға ұлықтау, дәріптеу сөзі ғой айтылатын. Біз намаз бастаған кезде ең бірінші не оқимыз? Сәна дұғасы дейміз ғой. Аллаға дәріптеу айтамыз. Шүкір деген алғыс. Кәдімгі адам мен адамның арасында айтылатын рахмет. Ал мадх ол мақтау. Өйткені мақтауға лайық тек Алла ғана. Қалған адамдардың бір-біріне жасаған жақсылығы ол Алланың берген нәрсесінің аясында ғана жүзеге асады. Сіз біреуге рахмет дейсіз, бәрібір ол рахмет түбінде кімге барып оралады? Аллаға барады. Сол үшін де әлхамду, барлық мақтау Аллаға арналады дейміз. Өйткені адам өзінің жоқтан еш нәрсе бар айта алмайды ғой. Не істесе де Алланың бергенімен істейді. Не жақсылық жасаса да Алланың бергенімен жасайды. Енді бір мәселе осы жерде. Молла Али Қари деген Ханафи мазхабының мухаддис, фақих, муфассир ғалымы бар. Өзінің тәфсірде кітабы бар. Сол жерде айтады. Не үшін демей ақ қояйық, енді Құрандағы аятқа негізінде не үшін деген сұрақ қойылмайды. Бұл Құранның бір әдебі, білесіздер ғой. Имам Науауи Құранда неге олай, Құранда неге бұлай деп сұрақ қоюды әдепсіздік деп айтқан. Өйткені Құранда Аллах Тағала ла юсалу амма яфал ва хум юсалун. Ол істеген нәрсе үшін сұралмайды, керісінше олар сұралады дейді. Яғни сендер сұраласыңдар дейді. Сондықтан Алла неге бүйткен, Алла неге өткен деп айту бұл бір әдепсіздікке жатады. Сол үшін бұлай қарасаңыз Алла Тағаланың сөзі ғой Құран. Әлхамду деп айтып жатқан кім? Алла. Мағынасын қарасаңыз Аллаға мақтау деп, яғни Алла Тағала өз-өзіне мақтау айтып жатыр ғой. Бұның сыры неде дейді? Бұның сыры неде дейді? Молла Али Қари айтады. Алла Тағала осы арқылы өзін қалай мақтау, мадақтау керектігін құлдарына үйретіп жатыр дейді. Егер Алла үйретпесе, жер бетіндегі бүкіл ақын, шайыр, жазушы, қандай тілге шешен шебер адамдар бар, бәрі адамы бар, жыны бар, жиналып келіп, не бір мақтауларды құрастырса да, Алланы тиісті түрде мақтай алмайды. Сол үшін біз ғибадаттар не деп атаймыз? Тауқифи дейміз. Алла қалай айтты, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қалай көрсетті, солай ғана жүзеге асады. Ешкім өзінің ойынан мен бұлай жасайын, мен намазды олай оқиын, оразаны бұлай ұстайын деп ешкім еш нәрсе ойынан қоса алмайды. Өйткені біздің айтқан нәрсеміз, біздің істеген нәрсеміз ғибадат ретінде жарамайды. Алла одан биік. Сол үшін бізге мақтауды өзі үйретіп жатыр деп мағынасы. Бұл жерде енді хамд, мақтау не үшін айтылып жатыр? Не нәрсеге айтылып жатыр? Кітапты түсіргеніне деп жатыр. Имам Ибн Касир айтады, жер бетіндегілерге Алла Тағаланың берген ең үлкен нығметі Құранды түсіру дейді. Құранды түсіру. Ал ол Құран кімге түсіп тұр? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға түсіп тұр. Демек ең үлкен дәреже кімде? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламда. Бірақ Алла Тағала мына жерде оны не деп атады? Аля абдихи, құлына деді. Құлына деді. Құл. Қауда аят айтады. Алла Тағала Құранда әй Муса, әй Иса, әй Нух дегенімен әй Мұхаммед деп бірде-бір жерінде айтқан жоқ дейді. Солай. Я Мұхаммад деген аят жоқ Құранда. Қауда аят бұның сырын айтады. Бұл Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрежесін биік қылып көрсетуі дейді. Тіпті сахабаларға айтты ғой, сендер оны өз араларында бір-біріңді аттарында атап шақырғандай атын атап шақырмаңдар деді. Не деп айтады сахабалар? Я Расулалла, я Алланың елшісі, я Наби Алла, я Алланың пайғамбары. Ешбір сахаба келіп ей Мұхаммед деп айтпайды. Бірақ соған қарамастан ең мақтаулы, ең биік дәрежелерін айтқан кезде Құранда құлы деп айтты. Жаңа біз айтып отырмыз ғой, жер бетіне түскен ең үлкен нығмет Құран болса, ең үлкен дәреже пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрежесі. Және соны баяндаған кезде құлы деп айтты да Алла Тағала. Тағы сол сияқты
Аллаға ең жақын болатын кезі қай кез адамның? Хадисте не деп келеді? Сәждеде жатқан жер. Ол демек намаз ғой. Құранда Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып тұрғанын сипаттаған кезде «Уаламма қама абдуллахи ядъуху» деді Жын сүресінде. Алланың құлы оны, яғни оған құлшылық қылып тұрған кезде деп айтты. Намаз оқып тұрғанын баяндап тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ең жақын жерінде де оны не деп айтты? Құл деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Құраннан кейінгі ең үлкен мұғжизасы Исра мен Миғраж мұғжизасы ғой. Исра намаз берілетін, Бақара сүресінің соңғы 2 аяты берілетін. Сол жердің өзінде не деп айтты? Асра би абдихи деді. Құлын көкке көтереді. Демек, біз тақуалыққа жетеміз, ғалым боламыз, басқа, бірақ соның ішінде Аллах Тағалаға ең сүйкімді сипатымыз біздің не? Құл деген сипатымыз. Құлдық біздің бойымыздан көрінеді. Алла Тағала ең қатты бағалайтын нәрсе сол. Сондықтан жаңағы білім тақуалық сол убудия деген нәрсе бар. Құлдық, Алланың алдында құлдық ұруға жеткізу керек та. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соған үлгеріп көрсетіп жатыр. Бір әңгіме бар. Баяғыда бір әулие, Алланың әулие құлдарының бірі Аллаға мінәжат етіп отырып, «Я Алла, мен саған қалай жақындаймын? Саған қалай жетсем болады?» деген нәрселерді айтады ғой. Пайғамбарларға уахи түсірсе, Алла Тағала әулие құлдарға илхам деген нәрсе көкейіне білдіреді, құяды. Сонда Алла Тағала оның көкейіне құйыпты дейді. Менде жоқ сипатпен жақындайсың деді. Сосын анау ойланып келіп, Аллада жоқ сипат не деп? Ол құлдық деген екен ғой сонда. Құл болған сайын, Алланың алдында өзіңді төмен түсірген сайын сен Аллаға жақындай бересің, және Алла сен дәрежеңді көтере береді. Міне бұл үлкен сабақ та бізге. Бұл жердегі ғибрат осы. Одан кейін не деді? Бұл Құранда ешбір қисық нәрсе жоқ. Қате былай тұрсын. Қисық деген үйлеспей, ұйқаспай тұрған нәрсе. Біреу кітап жазса, ол кітапты тіпті баспадан әбден тексеріліп шыққаннан кейін де, мына жерін бүйтіп жүру керек еді, ана жерін өтіп жүру керек еді деген нәрсе ол бітпейді. Біздің Әбжәміл Нұрпейісов атамыз қанмен терді, қанша рет жөндеген ғой. Әр басқан сайын, әр алған сайын, мынаны бүйтейік, мынаны сөйтейік деп. Ал бірақ Алла Тағала Құранда не деп айтты? Заликал китабу ла райба фих. Бұл Құранда ешбір күмән жоқ. Бұл Құранда ешбір қисық нәрсе жоқ. Ешқандай нәрсе жоқ бұл жерде. Имам Қуртуби бұны лахтилафа фихи деп түсіндіреді. Қарама қайшылық жоқ. Құранда қаншама 6000-нан астам аят бар. 6200-ден астам аят бар. Бірде бір қарама қайшылық жоқ. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Егер ол Алладан емес басқа біреуден болса, оның ішінен толған қарама-қайшылық табар едіңдер дейді. Алла Тағала айтады Құранда. Өйткені Құранда қамтылған тақырыптар қаншама тақырып. Құранда айтылған нәрселер, мәліметтер, жаңа айттық қой біз, илмул аувалина уал ахирин деді. Бұрынғылардың да кейінгілердің де бүкіл дүниенің ғылымы осы жерде де Құранда. Егер соның бәрін бір кітапқа бір адам жазатын болса, онда міндетті түрде ол жерде не болады? Қарама-қайшылық болады. Егер Алладан болмаса деп тұр ғой. Жаңағы бәрібір қатесіз, бәрібір ұйқаспай, үйлеспей тұрған нәрсесіз кітап болмайтыны жайында мына бір әңгіме айтып берейін сіздерге. Бұл риуаят шынымен де болған. Имам Шафиғи, әйгілі Имам Шафиғи, Алла рахметін алсын, өзінің Рисала деген кітабын жазып болады. Сөйтеді, Музани деген шәкіртін шақырып, алдына береді, мына кітапты оқы дейді. Оқыған кезде өзін істейді, тыңдап отырады да, кейбір нелерін түзететін нәрселерін түртеді. Мынаны былай қылып жіберейік, ананы былай қылып жіберейік деп. Бір оқиды, екі оқиды, үш оқиды, 80 рет оқып шығады ғой. Екеуі отырып 80 рет оқып шығады. Сонда да таусылмайды. Әлі түзетіп жатыр бір нәрселерді. Сол 80-ден кейін айтқан екен, болды тоқтайық.
Ма катабаллаху сиххата илля ли китабих. Алла тағала өзінің кітабынан басқа ешбір кітаптың қатесіз болуын жазбаған, нәсіп етпеген ешбір кітапқа. Қатесіз кітап тек Құран ғана. Қалған бәрінде қате болады. Сахих Бухаридің өзінен мін тапқан ғалымдар бар. Алланың кітабынан басқа кітаптың бәрінде қателік болады. Келесі аят. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Бұл qayyim деген жаңағы алдында айтылған қисық еш нәрсе жоқ, түп түзу деген тәкид дейді. Бағанағы мағынаны қуаттау. Енді бір ғалымдар, мысалы имам Шағрауи бұны мухаймин деп түсіндіреді. Өзіне дейінгі бұрынғы кітаптарға төрелік етеді, үкім айтады, мансұқтайды, олардың күшін жояды. Құран түскеннен бастап Таурат, Інжіл барлық кітаптар үкімін жойды. Олар бұрын Алла тарапынан түскен қасиетті кітап болып келсе, Құран түскеннен бастап үкімін жойды. Омар радиаллаху анхудың бірде Тауратты оқып отырған көріп қалған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашуланды ғой. Тауратты қараған ғой енді ішін былай. Егер Муса алейхиссаламның өзі тірі болса, мына кітапты тастап менің ізіме ерер еді деген ғой. Мухаймин деген мағынасы бар. Және қараңыз, кітаптың түсірілгендегі мақсатын баяндап отыр Алла тағала. Өзінің тарапынан келетін ауыр азапты ескерту үшін дейді. Кәпірлерге, Құранды жоққа шығарған, Құранға иман келтірмеген адамдарға бәрібір ауыр азап бар. Егер ол солай өмірден өтіп кетсе, оның басынан сипамайды. Ақиқат нәрсе. Осыны айтып жатыр Алла тағала. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Ал ізгі іс деген мүміндерді оларға жақсы сауап бар деп сүйіншілеу үшін дейді. Енді осы жерде бір мәселе айтып кетейік. Әжран хасана деген жақсы сауап. Әжір деген негізінде мағынасы, былай қарапайым мағынасы, жұмысшының жұмысына берілген ақы. Сіздің жұмысыңызды бітіріп берді, келісілген ақыңызды беріңіз. Солда. Сондай ақының ең жақсысы ол Аллада да. Алла тағала мүміндерден жандарын, малдарын сатып алды, оның орнына не берді дейді? Жәннатты берді деп айтады ғой аятта. Ең келісім, ең жақсы сауда адамның жасаған. Ол Алламен жасалған саудасы. Бұл жерде тек қана пайда көресіз, және молынан көресіз. Бір жақсылық, 10-ға, одан 700-ге, одан да көп 5-ге деген нәрселер тек қана Аллада бар. Және ол сақталады, қияметке дейін өсе береді. Соны айтшы. Сосын екінші мәселе, бір ойлауы мүмкін еді. Кәпірлер не жазығы бар? Жаңа айтып жатырмыз ғой, егер иман келтірмей өмірден өтіп кетсе, азап бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің көкесіне қандай азап берілетін жайында риуаяттар бар, Ол ақиқат. Біреу сұрауы мүмкін. Не жазығы бар оның? Ол да жақсы адам ғой деп. Оның ішінде де жақсы адамдар болады ғой. Мұсылман болмағанымен мінезі жібектей, сондай бір ата-анасына қамқор, ағайынына қарасып қалған, керек болатын болса қайырымдылық қорын ашып, бүкіл әлемдегі ауру балаларды емдеп жатқан, ғылыммен айналысып жатқан, бар ғой небір иман келтірмегендер. Олардың зачем азаптап деген сияқты сұрақтар қойуы мүмкін ба? Бұл жерде Мулла Али Қари деген жаңағы біз айтып өткен ғалым айтады. Алла мүмінге иман келтірген адамға өзінің кеңдігімен мәміле жасайды дейді. Рахымшылығымен. Сәл ниет еттің ба, сауабын бере салады. Кішкентай амал жасадың ба, 10 есе жаза салады. Ал кәпірге әділдігімен мәміле жасайды дейді. Құранда Бақара сүресіндегі Раббана атина аяты. Адамдардың ішінде Раббымыз бізге дүниеде бер деп айтатындар бар. Оларға ақиретте еш нәрсе жоқ дейді. Сондай-ақ олардың ішінде Раббымыз бізге дүниеде де бер, ақиретте де бер, жақсылық бер. Және біз тозақ отынан сақта деп айтатындар бар. Олар өздерінің үлесін алады деген мағынада аят бар, Енді олар өйтіп
дәл олай сұрамағанымен оның халі ғой, оның таңдау шешімінің нәтижесі сондай болды ғой. Иман келтірмеді, ақырет керек жоқ деп тұр ғой маған. Мен осы өмірді сүрем, осы өмірді көрем, осымен менің шаруам бітеді. Маған ана жақ керек емес деген таңдау жасады ма? Алла Тағаланың өзі сол таңдауды берді ғой. Фаман ша'a фалюмин, ваман ша'a фалякфур. Қалаған адам иман келтірсін, қаламаған келтірмесін. Бірақ біз залымдарға тозақ отын дайындадық деді. Ол өзгеріп кетпейді. Ол ақиқат. Ал енді ананың жақсылығы не болды дейді ғой. Қаншама жақсылық жасады жаңағыдай. Оның жақсылығы Ман кана юридул хаятад дуния ва зинатаха. Кім осы өмірді ғана қаласа, осы өмірдің қызығын ғана қаласа, нуаффи илейхим а'малахум фиха. Біз оның жасаған жақсылықтарын сонда беріп тастаймыз, осы өмірінде беріп тастаймыз. Нуаффи деген толығымен деген сөз. Ва хум фиха ла юбхасун. Және олар еш желінбейді. Еш нәрсе кемітіп қалмайды. Қандай жақсылығын беріп тастайды. Оны қалай береді? Ғалымдарымыз айтады, несібесін көбейтеді, ақшасын молайтады, денсаулығын жақсартады, өмірін ұзартады. Ол 100-ге дейін, тіпті 120-ға дейін бір тісі ауырмай өмірден өтеді. Ішкі құрылысы да, сырты да бәрі денсаулығы аттай болып тұрады. Сол жаңағы жасаған жақсылығының қарымы Алла Тағала толықтай беріп тастайды. Қияметке барған кезде істейді. Улаика лайса лахум фил ахирати илля ан-нар. Бірақ оларға ақиретте тозақтан басқа еш нәрсе бере алмаймыз дейді. Ол айтады, ана мүмінге мынау сенің әкеңе жасаған жақсылығыңның сауабы, мынау сенің шешеңді қажылыққа апарғаныңның сауабы, мынау сенің көршіңе көмектескеніңнің сауабы деп сауаптар үлестіріп жатқан кезде кәпір айтады, я Раббым, мен де істедім ғой, мен де шешемді бақтым, мен де ауру баланы емдедім деген нәрселерді айтқан кезде не деп айтады? Әзхабтум тайибатикум фи хаятикум ад-дуnya вастамтатум биха. Бұл аят. Сендер ол жасаған жақсылықтарыңды дүниеде жеп рахатын көріп қойдыңдар дейді. Сол үшін сен сап-сау шауып жүрдің. Сол үшін сен қашан шетелге шығамын, қандай ақша жұмсаймын, ойланбадың сен. Рахатын сонымен көрдің сен. Біз есептестік біз сенмен дейді. Бізге саған беретін ештеңе жоқ дейді. Сол үшін не деді? Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Біз оларға қиямет күні таразы құрмаймыз деді. Таразы кімге құрылады? Мүмінге құрылады. Өйткені мүміннің ғана күнәсі мен сауабы бар. Өлшей тек жаққа қойып. Ал анауда жоқ. Ол тек жамандықпен келеді. Жақсылығын өткен не істеді? Жеп қойды. Қараңыз. Мәкифина фихи абада. Олар сол сауаптың нәтижесінде кірген жәннатта мәңгі қалады дейді. Мүміндер жағын айтып жатыр. Мәңгі қалады. Екінші бір мағынасы имам Шағрауи айтады, жаңағы жасаған жақсылық үшін алған сауабы, қарымы бар ғой. Ол тек ойламаңыз, мүмін жақсылық жасаса, оған тек сауап жазады екен де, кәпір жақсылық жасаса, оған ризық, жаңағыдай денсаулық береді екен деп. Мүмін екеуін де алады. Дүниеде де алады, ақиретте де алады. Аятта сөйтіп айтты ғой. Бізге дүниеде жақсылық бер, ақиретте жақсылық бер деп айтады, біз береміз деп тұр ғой Алла Тағала. Ол да жасаған жақсылығының берекетін көреді. Өмір жасы ұзарады, несімен, оны да көреді ол да. Және сауабы да қалады. Және қараңыз, қандай миллиардный контрактіге отырыңыз сіз, содан тапқаныңызды бәрі жұмсап тастайсыз, жеп қоясыз, тауысасыз ғой. Ал Алламен жаңағы екі ортадағы сіздің келісіміңіз бойынша алған сауаптарыңыз ол таусылмайды. Абада деген сол, мәңгі деген сол. Және Алланың баласы бар деп айтқандарға да ескерту үшін дейді. Жаңа жалпы иман келтірмегендерді бір атап өтті, соның ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айналасында өмір сүріп жатқан Мекке мүшриктерін арнайылап атап тұр. Алланың баласы бар деп айтты ма олар? Олар қалай айтты мүшриктер? Христиандар емес па деп ойлап отырсыз ғой. Олар біз періштелерге құлшылық қыламыз, ал періштелер Алланың қыздары деген сөздер айтты ғой. Соны айтқандарды да ескерту үшін деді. Ма лахум бихи мин илмин вала ли абаихим. Оларда да, олардың ата бабаларында да білім жоқ ол жайында дейді. Біз бабаларымыз жолына еріп келе жатырмыз деген жоқ па? Кабурат калиматан тахруджу мин афуахихим. Олардың ауыздарынан шыққан сөз қандай ауыр сөз.
Олар тек қана өтірік айтып жатыр дейді. Ондайлар бізде де бар ма? Ой, қазақ мұсылман болмаған, қазақ осындай болған, бабаларымыз бүйткен, сөйткен дегендер бар ғой. Илім деген нәрсе не үшін айтып жүр деп Алла Тағала. Сен бір нәрсе айтасың ба, маған пәленше айтты. Ол пәленше кім айтты? Түгенше айтты. Түгенше кім айтты? Сүгенше айтты. Ол кете бермеу керек өйтіп. Білім деген ол худжа болу керек. Ол жерде дәлел болу керек. Дін туралы айтып жатсың ғой. Біз міне періштелерге құлшылық қыламыз, періштелер Алланың қыздары деген сөзді айтты ғой. Қайда енді сол? Алладан келген кітап қайда? Алладан келген елші қайда? Соның сөздері қайда? Жоқ қой. Ата-бабаларына сілтеді, біздің ата-бабаларымыз осы жолды ұстанды деді. Олар өздерінің ата-бабаларына сілтеді, қазбалап келсең түбінде ештеңе жоқ. Жаңа біздегілердің әңгімесі сондай да? Қазбалап келсең түбінде ештеңе жоқ. Не кітап шықпайды ар жағынан, не бір елші шықпайды, не бір парақ шықпайды, жыртылып қалған жартысы болса да. Жоқ қой. Білім жоқ оларда дейді. Олар тек өтірік айтып жатыр дейді. Жала ғой. Жала таза. Енді қараңыз. Жаңағы мүшриктердің жағдайы қозғалды. Бұл нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға одан да ауыр тиді. Өзі онсыз да мына келесі аятта баяндалғандай жағдайда жүреді. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Жерде ләалла деген арабша үйреніп жүрген оқып жүрген олар болса әртүрлі мағынаны береді. Ат-тауаққу уар-ража дейді. Ләалла деген сөз мүмкін. Мүмкін сен былай жүрген шығарсың, мүмкін сен олай жүрген шығарсың деген сияқты. Тағы бір мағынасы истифхам. Сұрау. Сен дейді жаңағылар Меккенің мүшриктері бұл Құранға иман келтірмеді деп өз-өзіңді жеп, уайымға батып, қатты уайымдайсың ба дейді. Аллах Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтып жатыр. Қараңыз, көкесі өтті, жанында соңғы демі шыққанша ла илаха иллаллах деп айтшы деп отырды ма? Отырды. Иман келтірмей кетті. Сондай күнде бір өліп жатыр ғой мүшриктердің ішінде. Жүріп жатыр, сүріп жатыр. Соның бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына батты. Кәпірлер ғой былай алып қарасаң. Пайғамбармен соғысып, қарсы шығып, қасарысып, өтірік айтып, қорлап, тіл тигізіп, Құранды жоққа шығарып, ең озбырлық зұлымдықтың барлығын жасап жатқан адамдар ғой былай қарап отырсаң. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам солар үшін қатты уайым жеді. Ай, мыналар иман келтірмей кетті-ау. Иман келтірмей кетсе қиын-ау деген нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрегін мазалады. Мына жердегі асафа деген қай жерде келеді тағы? Я асафа аля Юсуфа ва бияддат айнаху. Яқуб пайғамбар Юсуф пайғамбарға жете алмай, оның хабарын ала алмай, уайымдап сағынышқа батып жүрген кезде не деді? Асаф. Жаңағы уайым ғой, уайымнан шығатын сөз да. Ва бияддат айнаху минал хузн. Қайғыдан көз ағарып кетті. Туған баласы ғой енді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл сондай күйді бөтен адам, оның үстіне мүшрик, Құдай жоқ, Құдайдың жаңағы қызы бар, басқа бар деген жаңағы ауыр сөздерді айтып жатқан адам үшін дәл осындай уайымды кешті да. Біз сені әлемдерге тек мейірім етіп қана жібердік деген сөзін осыдан көресіз да. Өзінің қауымына айтты ғой, мен сендер бір жаңағы көбелектер бар ма, жарықтың айналасына жиналатын. Сол көбелек сияқтысыңдар сендер дейді. Мен сендерді белдеріңнен, ышқырларынан құшақтап тартсам да өздерің отқа қарай ұрына бересіңдер, ұмтыла бересіңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бір адам иман келтіріп кетсе, бір адам иман келтірсе деген уайым болды да. Бұл нәрсе тағы бір мысал келтірейік. Ибрахим пайғамбардың қиссасында да көрінеді. Ибрахим пайғамбар қай пайғамбармен замандас болды? Лут пайғамбармен. Оның үйіне періштелер келген кезде, әуел баста білмеді ғой енді, қонақ деп бұзауын сойып алдына берген кезде, олар жемей отырды, сосын қорқып, сендердің жаңағы хабарларың не деген кезде, біз періштелерміз деді, оған бала берілетін сүйіншіленді. Сөйтіп, қайда бара жатсыңдар деген кезде, Луттың қауымына азап алып бара жатырмыз деді. Қысқаша осылай.
Ибрахимнің жүрегінде қорқыныш кеткен кезде бір қорқып кетті ғой енді аналар несіне. Және сүйіншіленіп шамалы жан жай тапқан кезде не істейді деді. Луттың қауымы жайында бізбен таласты дейді. Бізбен деген періштелермен таласқанда азаптамай ақ қойсаңдаршы деген нәрсе ғой. Бір қауым солаймен жоқ болып кетейін тұр да қазір көз алдында. Соны екі ортадағы диалог хадистерде тәпсірлерде келеді. Ибрахим пайғамбар сұрайды, егер солардың ішінде 50 мүмін болса, Луттың қауымының ішінде иман келтірген 50 адам болса, сендер азап түсіресіңдер ме дейді. Жоқ дейді. 40 болса ше дейді. Жоқ дейді. 30 болса ше, жоқ дейді. 5 болса ше дейді. 5 адам болса іштерінде иман келтірген, азап түсіресіңдер ме дейді. Жоқ дейді. Қарасаңшы қай қауыммен алып қояды Ибрахим пайғамбар. Бір адам болса ше дейді. Жоқ дейді. Араларында бір мүмін болса да біз сол мүміннің шарапатымен біз оларды азаптамаймыз дейді. Енді араларында Лут бар ғой дейді. Осыған алып келіп тұрғаным енді Алласта. Лут бар ғой олардың араларында. Азаптан алып қалғысы келіп тұрды. Сонда Алла Тағала аят түсіреді, Ибрахим, олардың әмір ісі шешіліп қалған дейді. Иннаху қад жаа амру раббик. Раббыңның ісі келіп қойды дейді. Шешіліп қойған олардың ісі. Дейді Ибрахимді қалай сипаттайды? Жұмсақ еді дейді Ибрахим. Жаңағы адам ретінде аяп тұр да. Ол да адам ғой. Я кәпір, я не бір озбырлық жасап жатыр, не бір Луттың қауымының әрекеттерін білесіздер ғой. Не бір нәрселер жасап жатыр олар. Құдайға қарсы шығып, пайғамбарға қарсы шығып жатыр. Лутқа көрсетпеген зәбірі қалмады. Бірақ былай оның бәрін ысырып қойғанда адам ғой. Қырылып кетейін деп тұр да бір қауым. Оны қойшы. Ол солай кеткеннен кейін қайда барады? Тозаққа барады ғой. Болды ғой. Тозаққа барады. Соған адам ретінде жан ашып тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да солай да. Адам ретінде жан ашып тұр да. Сондықтан бір жерде жаңағы туфан басып кетті. Сондай бір озбырлық жасайтын бір қауым солаймен суға кетіпті, жоқ болып кетті деген кезде, сол керек өзі дұрыс деген нәрсе. Пайғамбардың манхажы емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүйесі емес. Құрысын сол кәпірлер, кетіп қалсын сол кәпірлер деген нәрсе жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолында. Нұх пайғамбар не үшін өзін жазықты санайды? Қиямет махшарда білесіздер. Барлығы пайғамбарларды жағалайды ғой. Ей адам, сен әуелгі ең алғашқы адамсың, ең алғашқы пайғамбарсың. Бізге шапағат сұрап берсейші Раббымыздан деген кезде адам да бас тартады, барлығы бас тартады. Әркім өзінің уәжін айтады ғой. Нұх пайғамбарға келген кезде не деп айтады? Мен қауымыма қарғыс айтып қойдым. Я Раббым, жер бетінде кәпірлердің бірде-бір үйін қалдырма дейді ғой. Маған соның өзі жетеді. Мен сендердің араларына түсе алмаймын дейді. Әр пайғамбардың несі бізге сабақ қой. Сондықтан біз адамға адам ретінде қарауды үйренуіміз керек. Оған бір ана кәпір деген жек көрушілік, оның өзін емес, ісін жек көр. Дұрыс емес ол нәрсе. Бірақ оған деген аяушылық, жанашырлық бізде болу керек. Оны қойшы, ол қазір біздің мұсылмандардың арасында бар ма, жоқ па, оның өзі үлкен проблема, иә? Инна жаална ма алал арди зинатан лаха линаблуахум айюхум ахсану амала. Біз жердегі нәрселерді оған зина деген сондай бір көрік, әшекей, әдемі қылдық. Не үшін? Сынау үшін. Айюхум ахсану амала. Кім ең жақсы амал жасайды? Ең күшті істі кім істейді деген. Егер қараңыз, дүние фитнасы болмаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, ал бұл дүние сондай қызыл да жасыл, тәтті, тартымды нәрсе. Алла Тағала сендерді сол дүниеге жіберді де, кім не істейді? Бақылаушы дейді. Егер дүниенің бұл қызығы, бұл құмарлығы болмаса адамда, бәрі періште сияқты жерге келеді де құлшылығын жасап жәннатқа кіріп кетеді, болды. Бірдей болып қалады бәрі. Араларында тафадул деген нәрсе болмай қалады. Мынау мынадан тақуарақ, мынау мынадан күштірек, жақсырақ деген нәрсе болмай қалады. Сол үшін дүниемен сынап қойды. Ана қызылда жасыл көз тартатын, жан құмартатын нәрселерді көрген кезде оны қиғандар бар, қия алмағандар бар. Абдулла ибн Мубарак деген әйгілі табиғин ғұлама өзінің зүһүдтігімен танымал. Зүһүдтік деген тәркі дүниелік. Соған біреу, ей Абдулла, сен тәркі дүниесің ғой деген кезде айтқан екен, мен емес, Омар ибн Абдул Азиз тәркі дүние.
Тәрк не деген дүниені тәрк еткен адам. Ал Омар ибн Абдул Азиз әйгілі 5-ші халифа, әділетті 5-ші халифа деген атаққа ие болған үлкен ғалымдығы да бар, халифалығы да бар. Оған дүние жан-жақтан келіп жатса да, ол дүниені тәрк етті дейді. Ал мен нені тәрк еттім дейді. Менде онсыз да дүние жоқ қой дейді. Қараңыздар. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, қолында дүние бар болып тұрып шүкір еткен адам, жоқ болып тұрып сабыр еткеннен әлде қайда артық дейді. Жоқ, не істейсің онсыз да, көнбегенде басқа қайда барасың? Ал ана ақша толып тұр, күнәға деген әуестік ұрып тұр, нәпсің қалап тұр. Ай, жоқ болмайды деп, сонда да өзін тыйған адам мүмкіндік болып тұр. О, үлкен адам. Ол ірі адам. Уақыт болып қалды ма не? Сондықтан Омар радиаллаху анху айтқан, бізді Алла тағала жоқшылықпен сынады, біз сабыр еттік. Ол сынақтан өттік. Бізді деп жалпы адамдардың жағдайын айтып жатыр ғой енді. Сол сияқты баршылықпен сынап еді, біз одан өте алмадық деді. Бар кезде қиын да. Дүниенің сынағы сол, дүниенің қызығы сол. Бірақ соның бәрін біз не істейміз дейді, тегіс қыламыз дейді. Мына дүниеде не бар? Соның барлығын қияметтің алдында тегіс қыламыз. Жер басқа жер болады деген аяттар. Енді бұл алғашқы 8 аяты. Жалпы Кахф сүресінің артықшылығын жаңа басында айтып кеттік. Енді сүренің түсу себебі деген нәрсе бар. Бір сүрелер, оның алдында бір оқиға болады, соған байланысты түседі. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан Меккенің мүшриктері келіп былай деп сұрады: біздің құдайларымыз алтыннан, күмістен, мыстан, тастан, ағаштан, сенің құдайың неден? Бізге құдайын сипаттап берші деді ғой. Сол кезде қай сүре түсті? Ихлас сүресі түсті. Айт, Алла жалғыз, мұқтажсыз, тумады, туылмады, оған тең келетін еш нәрсе жоқ. Сол сияқты осы сүренің де түсуіне себеп болған оқиға бар. Ибн Аббас айтады радиаллаху анху, Құрайш, Меккенің мүшриктері Надр ибн Харис пен Уқба ибн Абу Муайтты Мадинадағы яһудилердің ғалымдарына жіберді дейді. Барыңдар, олар енді бұрын кітап түскен оларға, пайғамбарлардың білімі бар оларда. Мүшриктер айтып жатыр, сөйтіңдер де біздің мынау Мұхаммед туралы сұраңдаршы, Мұхаммедті сипаттап беріңдерші оған. Не істеп жүрген адам өзі? Қандай адам сұраңдаршы дейді. Барып сұраса олар не деп айтады? Сендер одан мына 3 нәрсені сұраңдар. Бір жас жігіттер бар, баяғыда болған, солардың ісі жайында сұраңдар. Сосын бір адам бар дейді, оның мүлкі жер бетін кезген дейді, шығысында, батысында жағалаған жердің. Сол адам туралы сұраңдар. Үшіншісі, рух туралы сұраңдар дейді. Егер жауап берсе, ол пайғамбар. Жауап бере алмаса, онда ол өтірікші, не істейтінді өздерің біліңдер дейді. Жазалайсыңдар ма, өлтіресіңдер ма, оны өздерің шешесіңдер дейді. Үкім осылай дейді. Сөйтіп олар келеді, барлығы жиналып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келіп, жаңағы жас жігіттер туралы, жер бетін шығысында, батысында кезген адам туралы, рух туралы бізге айтып бер деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен оны сендерге ертең айтамын дейді. Ертең не болғанын келесі сабақта қараймыз иншалла. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rabbimiz Allah bizге пайдалы білім нәсіп ете көр, Құранды түсініп, оған амал етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетімен жүріп, оған берік болуымыз нәсіп ете көр. Ya Rabbimiz Allah бізді пайдасыз білімнен, қорықпайтын жүректен, зікір етпейтін тілден, қабыл болмайтын дұғадан сақтай көр. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.